Даналықтың алтын кілті ата бабаларымыз. Ата жолын жалғап келе жатқан бүгінгі күнгі ақсақал аталарымыз бен ақ жаулықты аналарымыз. Қария деген сөз елдің басы болу, ақылын айтар дана болу, ел төрінде құрметке бөлену. Шаңырақтың шаттығын сақтап, бірлігін бекем етуге, ақылын айтар елі мен жерінің кеңесшісі. Олардың әрбір айтқан гауһар тасқа бергісіз ақылдары жас ұрпақтың өсіп өркендеуіне өте мол үлесін тигізеді. Бүгін Балтабаев Қазестай Аяғанұлы туралы сыр шертеміз. Мен Балтабаев Қазестай Аяғанұлы 1948 жылы 16 ноябрьде Келлер ауданы бұрынғы Мәдениет ауылында туылып өскен. 64 жылы 1900 мәдениеттің 8 жылдық мектебін бітіріп, осы Көкшетау қаласында 66 жылы Мәлік Ғабдуллин атындағы 3-ші школды қазақша бітіріп шықтым. Содан кейін 2 жыл кеңестік армияның қатарында болдым. Содан келгеннен кейін елде комбайнер болдым, тракторист болдым. 1,5 жылдай мал да бақтым. Сонан 73 жылы Солтүстік Қазақстан облыстық совхоз техникум бітіріп, агроном мамандығы бойынша елде жұмыс маған сондай өз мамандығымнан болмады. Сонау жаңа ашылған совхоз 24-ші партсъезд, қазіргі Қонысбай ауылы, бұрынғы Көкшетау ауданы, қазір Зеренді ауданында. Сонда жұмысқа орналастым. Сонда бригадирдің көмекшісі болдым, есепші болдым, бригадир болдым. 8 жыл Қонысбай ауылында, үлкен ауылда управляющий болдым. Соңғы 4 жылында главный агроном болдым сол совхоздың. И соңғы 2 жылында директордың көмекшісі болдым. Сол кезде ол 94-95 жылдар нағызағы ғаздалғы уақыты ғой. Сонан совхоздың құрып біткен кезде жұмыстың жағдайыменен мен осымен жұмыс тауып, біздің сол кездегі ауыл шаруашылық институты Смағұл Садуақасов атындағы Көкшетау қаласында соған жұмысқа орналастым. Бұл 1994-95 жылы. Бізде ол кезде бүкіл ауыл шаруашылығына көмек қой. Бізде негізгі балалардың бөлімдері агрономдар, механиктер. Сол кезде мехотряд деген болатын. Менің есімде 95 жылы біз Көкшетау ауданына 220 бала жібердік. Осынан олар балалар бар, сол жаққа барып комбайнға істеді, тоқта жұмыс істеді, тұқым тазалады. Сосын мен өзім сол өндірістік практика бойынша сол институтта сабақ бердім. Сосын негізгі менің сабағым егіншілік, яғни орысша айтқанда земледелие. Енді қазір сонан пенсияға шыққанмен де отырмаймыз. Сол шаруашылықтарға да, сол береке шаруашылықта директордың советнигі болып, мен бүгінде міне сол жұмыстар істеп отырмын. Жұмысым өзіме ұнайды. Енді 56 жыл жұмыс істеттім. 1971 жыл екеніміз сол қосылғанбыз. Міне амандық болса, келесі жылы денсаулығымыз болса 50 жыл болады. 2 бала тәрбиелеп отырмыз. 4 немереміз бар. Ең нақты күшті қызықтымыз, шөбереміз. Алинок деген мен өсіп келе жатыр. Амандық болса, оның қызығын көрейік деген ниет ойдамыз. Балалар сол жұмыс істеп жатыр. Баламыз, ұлымыз сол стройканың маңайында жұмыс істейді. Қызымыз Айнагүл Балтабаева осындағы пенсия тағайындайтын мекемеде жұмыс істейді. Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күз. Хансаумен өткен өмірге мынау нетерміз. Көршін деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін. Көк аспандағы ай мен күнде екенбіз. Жаным-ау менің жағыма таққан тұмарсың. Жалғанда жалғыз жабығып жүрген
сыңарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың. Өмірде бірақ өзіңе ғана сыңарсың.